Сөйлем мүшелері сөйлем құрауға қатысқан толық мағыналы, белгілі бір сұраққа жауап беретін және сөйлемдегі басқа сөздермен байланысып тұратын сөздер. Сөйлем мүшелері тұрлаулы мүшелер, тұрлаусыз мүшелер болып бөлінеді. Тұрлаулы мүшелер сөйлем құрауға негіз болады. Тұрлаусыз мүшелер өздігінен сөйлем құрай алмайтын, тек сөйлемдегі ойды толықтырып тұратын мүшелер. Тұрлаулы мүшелер бастауыш, баяндауыш болып бөлінеді. Бастауыш сөйлемде айтылған ойдың иесі болатын мүше. Кім, не, кімдер, нелер, кімі, несі, кімім, нем, кіміңіз, неңіз, кіміміз, неміз, кімдерің, нелерің, кімдеріңіз, нелеріңіз деген сұрақтарға жауап береді. Баяндауыш сөйлемді тиянақтап тұратын мүше. Қай сөз табынан болса, сол сөз табының сұрағына жауап береді. Тұрлаусыз мүшелер анықтауыш, толықтауыш, пысықтауыш болып бөлінеді. Анықтауыш сөйлемде басқа мүшелердің сын сипатын анықтап тұратын мүше. Қандай, қай, кімнің, ненің, неше, нешінші, қанша, қайдағы, қашанғы деген сұрақтарға жауап береді. Толықтауыш сөйлемдегі ойды толықтырып тұратын мүше. Кімді, нені, кімге, неге, кімде, неде, кімнен, неден, кіммен, немен деген сұрақтарға жауап береді. Пысықтауыш сөйлемде іс-қимылдың түрлі белгісін, мекенін, мезгілін, тағы басқаларын анықтайтын мүше. Қайда, қайдан, қалай қарай, қашан, қашаннан бері, қалай, қалайша, қайтып, неліктен, не үшін, неге, не мақсатпен, қаншалықты деген сұрақтарға жауап береді.